Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен әдемі өрнек тоқитын боламыз. Ол өрнегіміз маржан деп аталады. Бұл өрнекпен өзіңізге кез келген бұйымды, бас киім, кофта, шарп, қолғап сияқты киімдерді дайындап кие аласыз. Олай болса, біз бастайық. Ең алдымен бізімізге 15 ілмек іліп аламыз. Жіпімізді бас бармағымыздан сұқ саусағымыздағы жіпті өткізіп аламыз. Бас бармағымыздағы жіптен сұқ саусағымызды жіпті өткізіп аламыз. Осылай өзімізге қажетті ілмек пайда болғанша қайталай беретін боламыз. Біздің ілмегіміз тақ санды болуы қажет. Сонымен қатар, жиегі әдемі болу үшін ең басында және ең соңында 2 ілмекті қоса есептеп ілетін боламыз. Осылай өзімізге қажетті ілмек саны шыққанша іліп алатын боламыз. Міне 15 ілмекті іліп алдық. Бізімізді шығарамыз. Тоқымамызды айналдырып алып, бірінші қатарды бастаймыз. Бірінші жіпті іліп аламыз, одан соң оң тоқимыз, одан кейін теріс тоқимыз. Оң тоқимыз, сосын теріс етіп тоқимыз. Осылай бірінші қатарды толықтай аяқтап шығамыз. Оң тоқимыз, теріс тоқимыз. Оң тоқимыз, одан соң теріс тоқимыз. Ең соңғы қатарды теріс етіп тоқимыз. Тоқымамызды аударып аламыз. Неге өрнек бізде пайда бола бастады. Әдеттегідей бірінші қатарды іліп аламыз. Одан соң оң тоқимыз, теріс тоқимыз. Біріншісінде көріп тұрғандарыңыздай теріс тоқылған ілмекті оң тоқимыз, ал керісінше оң тоқылған ілмекті теріс тоқитын боламыз. Осылай қатар соңына дейін қайталап шығамыз. Оң тоқимыз, теріс тоқимыз. Оң тоқимыз. Ең соңғы ілмекті міндетті түрде теріс етіп тоқитын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай бізде әдемі өрнек пайда бола бастады. Яғни осы 2 қатарды кезектестіріп қайталай беретін боламыз. Оң тоқимыз, одан соң теріс тоқимыз. Қолдарыңыз жаттығуы үшін көбірек тоқсаңыздар болады. Осылай өзімізге қажетті өрнек пайда болғанша тоқи беретін боламыз. Ең соңғы қатарды теріс етіп тоқитын боламыз. Тағы да бір қайталап шығайық. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Теріс тоқылғанға оң тоқимыз. Оң тоқылған ілмекке теріс тоқимыз. Оң тоқимыз, теріс тоқимыз. Осылай қайталай беретін боласыздар. Өрнек сіздерге ұнады деген үміттемін. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.